Серғалиев Мырзатай Серғалиұлы, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, жоғары оқу орнының үздік ұстазы, Қазақстанның ғылымы мен технологиясына қосқан аса көрнекті үлесі үшін тағайындалатын мемлекеттік стипендия иегері, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері, Ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстан Республикасы еңбегі сіңген қайраткер, Солтүстік Қазақстан облысы Шал ауданының құрметті азаматы. Мырзатай Серғалиұлы Серғалиев 1938 жылғы 17 наурызда Солтүстік Қазақстан облысы қазіргі Шал ауданы Жаңажол елді мекенінде дүниеге келді. 3 жасында әкесі қан майданға аттанып, анасы мен әжесінің тәрбиесінде өсті. 1955 жылы Қараоба орта мектебін бітірді. Бала арманы орындалып, 1955 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті филология факультетінің студенті атанды. 1960 жылы қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы мамандығын алған ол, осы университеттің қазақ филологиясы кафедрасына ассистенттік қызметке қалдырылды. Ана тілін ардақтап, әдебиетін әспеттеген ғалым, қазақ әдебиетінің классиктерінен бастап, Бейімбет Майлин, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин, сондай-ақ Сәкен Жүнісов, Шерхан Мұртаза, Қалихан Ысқақов, Рамазан Тоқтаров, Ахат Жақсыбаев, Ролан Сейсенбаев, Жайсанбек Молдағалиев, Мағзом Сүндетов, Дүкенбай Досжан, Әкім Тарази, Әзілхан Нұршайықов, Әнес Сарай және ақындар Қасым Аманжолов, Хамит Ерғалиев, Әбділда Тәжібаев, Ғали Орманов, Жұмағали Сайын өлеңдерінің тілдік стильдік өрнектеріне ғылыми талдау жасады. Көрнекті тіл маманы, әдебиет сыншысы және Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті филология факультетінің студенті болып қабылданды. 1960 жылы қазақ тілі мен әдебиетінің жоғары білімді мамандығын алған ол, осы университеттің қазақ тілі кафедрасына ассистенттік қызметке қалдырылып, өзіне білім берген университетте 1999 жылға дейін профессор, кафедра меңгерушісі, факультет деканы дәрежесіне дейінгі ұстаздық, ұйымдастырушылық жолдан өтті. Қазақ СССР ғылым академиясының тіл білімі институтының екі тілді сөздік және терминология бөлімінде кіші ғылыми қызметкер болған жылдары да кафедрадан қол үзген жоқ. Мырзатай Серғалиевтің қазақ тілінің синтаксисі мен стилистикасына арналған синтаксистік синонимдер, етістікті сөз тіркестерінің синонимиясы, синтаксис және стилистика, синтаксистік зерттеулер, тіл мәдениеті және көркем әдебиет тілі туралы, қазіргі қазақ әдебиет тілі, көркем әдебиеттің тілі, қазақ тілі мәдениеті. Сонымен қатар Мұхтар Әуезов және көркем шығармалар тілі, Ғабит Мүсірепов және тіл мәдениеті, әдебиет сынына қатысты сөз сарасы, стилистика негіздері, ой өрнегі сынды еңбектері бар. Тіл мен әдебиетті тел қостай қатар зерттеген ғалым, сөз сарасы, көркем әдебиет тілі, кең өріс, ой өрнегі сияқты сыни талдау кітаптары эстетикалық талғамға тәрбиелейтін кітаптар ретінде көзі қарақты жұртшылықтан лайықты бағасын алған. Сөз мәдениетінің жанашыры «Тілім менің, тінім менің» атты 2 томдық мақалалар жинағында қазақ тіл ғылымының басты тұлғасы Ахмет Байтұрсынұлынан бастап Жұбанов, Аманжолов, Сауранбаев, шәкірті көп ғалым Балақаев, Мұсабаев, Оңдасынов, Сыздық, Қайдар, Ысқақов, Аханов тағы басқа туралы бірнеше мақалалар жазған. Мырзатай Серғалиев сөздік түзуші ғалым. Сөздік белгілі бір тілдің сөздік құрамындағы жалпыя белгілі бір саладағы жеке сөздердің алфавиттік тәртіппен тізіліп, жүйеге түскен құрал. Сөздік лексикография ғылымының принциптеріне сәйкес жасалады. Сөздер әліпби тәртібімен беріледі. Профессор Мырзатай Серғалиевтің зерттеулері стилистика мен тіл мәдениеті саласына арналған. Ұстазы, көрнекті ғалым Мәулен Балақаевпен бірлескен авторлықпен шығарған қазақ тілінің мәдениеті оқулығының тіл мәдениетінің негізгі сапалары тарауын жазды. Мырзатай Серғалиев қазақ тіл ғылымының көрнекті өкілі, Мәулен Балақаевтың шәкірті. Мырзатай Серғалиев Мәулен Балақаевты тек ұстазым деп қана емес, туған әкесіндей бағалайтын. Әр сөзінде оның ұстаздық қасиетін, ғалымдық ұстанымдарын, ғылыми бағыт-бағдарын аузынан тастамай айтып отыратын. Академик Мырзатай Серғалиев 10-нан аса монографияның, 6 оқулықтың авторы. Оның қаламынан 600-ден астам ғылыми және ғылыми көпшілік еңбек жарық көрді. Ғалымның ғылыми жетекшілігімен бірқатар жастар ғылым кандидаты, ғылым докторы дәрежесін алды. Мырзатай Серғалиев республика көлемінде бақ құралдарындағы әдеби танымдық мақалалары арқылы әдебиет сыншысы, эссе жазушысы ретінде де танымал. Ұстаз, ғалым,
Мырзатай Серғалиев өз сүйген таңдаған ісіне адал шын берілген жан, қазақ тіл ғылымының тау-тау тұлғаларының сара жолын жалғастырушы ғалым. Ұстаз ретінде жаны жайсаң, бала мінезді, ұлағатты ұстаз еді.